Сәлем құрметті достар. Қыздар тойсыз тұрмысқа шығуға дайын ба? Қазір біз осы сұрақтың жауабын іздеп көреміз. Ендеше кеттік. Сәлем. Бір сұрақ қойсам бола ма? Аха. Жасың нешеде? 17-те. 17-те ма? Полностью. Мысалы, саған той жасамай, тұрмысқа шығасың ба десе, тұрмысқа шығу үшін мен тойсыз? Вообще тұрмысқа шықпай. Вообще? Неге? Шыққым келмейді. Үйленгенсіздер ме әлде қалай? Жүріп жатсыздар ма? Үйленгенсіздер, Аха. Мынандай сұрақ, той жасадыңыздар ма үйленгенде? Жоқ. Той жасамадыңыздар, Онлайн болды. Биыл үйлендіңіздер ма не? Саламатсыздар ма? Қалдарыңызға бір сұрақ қойсам, вообще оңай сұрақ та. Тұрмысқа шыққансыздар ма? Жоқ. Сіз ше? Жоқ. Шықпадыңыз ба? Жігітіңіз ба? Жоқ. Ініңіз ба? Иә. Мысалы қараңыз, сізге жігітіңіз айтса, той жасамайық, бірақ тұрмысқа шығасың ба десе, тойсыз, в общем, андай Без разницы. той көйлегінсіз, вообще кимея. Без разницы. Вообще, лишь бы жігіт болса болды ма? Да. Вы у него спросите. В том смысле, типа, жигит болса волна, просто свадьба это же не главное, главное то, что он типа тебя любит и уважает. Сол ма? Да. Мына салқын күнде ауа райын бұзып. Мына адамдарға сұрақ қойын десем тұрмысқа шығып кеткен сияқты бәр. Тұрмысқа шықтың ба? Жоқ. Жасың нешеде? 23-те. 23-те. Әлі не істеп жүрсің тұрмысқа шықпай деп. Қалжыңдаймын. Точно ма? Вообще ма өміріңде? Вообще бала тапқың келмей ма не? Неге? Я лучше с дома возьму ребенка, Чем родить? Да. Неге? Не знаю. Я не хочу. Слишком молодая. Жоқ, сен өсесің ғой, Еще? Все равно. өмір бойы 17-те болып Все қалмайсың. равно. Нет. Ну, свадьба это не главное. Главное это, например, вместо свадьбы лучше купить квартиру, например. Иә. 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 А вместо жигит можно купить собаку, что ли? Всё. Это не главное же? Ага. Свадьба не главное. Что? Самое главное, что? Самое главное это самодостаточность. То есть зачем брать кредиты, например, на той, да, когда можно кредит на жилье типа взять. Да. Сам- Да. Мен бұнымен келісемін да, а Ага. жоқ просто ана нені түсінбей тұрмын. Вообще тұрмысқа шықпаймын деген. Я не хочу. Я свободный человек, независимый, понимаете? Творческий человек, поэтому не понимаете. Түсіндім, рахмет. Осындай да адамдар бар екен, Да. Бірақ кейін вообще айтпайсыздар ма? Бір 2-3 бала тапқан соң кезінде сен маған той жасамадың, смысл? анау мынау, типа. Смысл? А? Смысл какой? Той жасамадың ба, әлі айтқаның ба? Жоқ, енді 2-3 жылдан кейін не үшін? Жоқ, енді просто айтпайсыздар ма деген ғой сосын кейін. Вообще, Нормально кәдімгідей, Мысалы тойға жұмсайтын ақшаны қайда жұмсаушы едіңіздер? На квартиру, Үйге наверное. кетеді, Да. бытовая техника. Жұмсайтын жер көп қой. Жұмсайтын жер көп, Иә, Жақсы жақсы жағынан. Ал жағынан. жақында 2 сұрақ қойшы. Той жасау, либо шетелге қыдыру, қайсысын қалайсыз? Мне кажется, Наверное, шетелге қыдыру. қыдыру. Шетелге қыдырған. Иә. Сен дұрыс қой, қыдырып, 500 адам шақырып алып, олардың тамақтануы, тойдырғанша лучше өзің шетелге ат дұрыс демалып қайтпайсың ба, Жоқ, енді ол эгоизм деп санаудың қажеті жоқ. Болды. Мәке, мен саған жігіт қыз таптым, той жоқ. Мына жігітке той жасауға ақша жоқ та, просто ше, кредит алып. Шығасыздар ма? Жоқ, рас, өтірік айтып тұр приколды. Мысалы саған бір жігітің болады, жігітің айтады саған, тұрмысқа шықшы, бірақ той жасауға ақшам жоқ дейді. Аха. Келісесің ба? Той жасамайсың, той көйлегі Иә. кимейсің. Иә, мен тойды қаламаймын. Неге? Білмеймін, ол басқа заман. Мысалы тойдың ақшасына не істеуге болады? Квартира алуға болады, машина. Жігітің бар ма? Жоқ. Неге жоқ? Жұмыс істейсің, Уақыт жоқ па жігітке қарауға? Иә. Вообще уақыт жоқ, Мгм. Мысалы жігітке қарасаң, қай жеріне қызығып қараушы едің мысалы? Қай жерге? Қай жеріне қызығасың мысалы жігіттің ше? Түріне ма, бойына ма, ойына ма дегенде ғой. Жоқ, ойна. Ойына? Иә. Мысалы қара, ойы мысалы әдемі не болады да ойы. Қарағандай ше. Мықты болады да ойы ше, бірақ түрі онша емес болады. Ну, мне как-то... Әне түрі көрініп, по-любому түріне қарайсың. Ал жарайды, мына сұрақты қойыңызшы, жарайды. Мысалы қараңыз, алып қаш кетсе ше, вообще танымайтын бір. Мысалы, Я тогда против. Я против тоже. Жоқ, бірақ түріне қарайсың, түрі красавчик болып Нет, тұрады да. почему, зачем? Это неправильно. Дұрыс емес ол. Вообще. Ладно, сырттан алады но Категорически я против. Мысалы, жоқ, жан дүниесі жақсы адам, мысалы қарашы, сені алып қашып кетіп бара жатады да. жан Жолда- дүниесі адам алып қашпайды ғой. Соны айтамын. Жоқ, тұрады, доказано ше. Мысалы, сені қара алып қашып кетіп барады. Сен көнбеймін деп кетіп барасың да. Сосын бірақ та ана жақтан
жолдан ақша тауып алады да ақшаны иесіне қайтарып берейін деп айтады анау бір ақша тауып алады жолдан сол кезде оның адамгершілігі байқалады да сол адамгершілігі бар адам тұрып қалып жүрмеңіз адамгершілігі Жоқ. бар болса өйтіп алып қашпайды ғой қызды именно. кезінде сонда алып қашқан адамдардың бәрі адамгершілігі жоқ деп ойлайсыздар ма? Енді тогда это тогда, қазір ол қазір. В общем алып қашып кетсе вообще сотқа Енді бересіздер ма әр не кездің істейсіздер? өзінің сондай бір қызық кездер болады ғой, сол кезде солай алып қашқан, ал қазір Иә. ол дико. Жоқ қазір мысалы қараңызшы сіз алып қашып кетеді дәл қазір ше мына жерге кетіп бара жатырсыз Құдай алып қашып кетеді. сақтасын, еще бы. Жоқ мына жігіт сөйтіп ойлаған жаңағы ақша жоқ просто бар ғой сөйтіп алып қашып кетсе сотқа бересіздер ма әлде қалай? Әрине. әлде Ну, просто жібересіз ба? жоқ, егер сотқа жетпейтіндей қылып егер сөйлесіп жіберетін болса, онда От ол человека сіз-ақ зависит. шешуге Может болады. қаласыздар иә человек жақсы болса иә? Жоқ, сотқа беріп бермеймін, от человека бермеймін, зависит. Ал бастысы айтшы көлігі бар үйі бар адамға жігітке қызығасыздар ма әлде қалай жалпы жігіттің несіне қызығасыздар? Вообще негізі жан дүниесі қызық қой, ол сосын кейін бірге соған қол жеткізуге болады барлығына. Дұрыс айтасыз жан дүниесі жақсы Иә. жұмысы бар үйі бар жақсы рахмет рахмет сау болыңыздар Макеға алып қашпадым да не айтып тұрғым может соттаспай ақ алып қайтуге болады Нет, если на вид нормально, как мне кажется, если даже екі қол екі мышление... аяқ екі көзі бар иә Да. болса болды иә Болса болды. лишь бы андай жігіт болса болды иә Жоқ, мынандай емес енді. Ой болса, түрі болады. қазір мысалы сені осы жерден алып қашып кетсек ше біз жоқ негізі деймін да просто сотқа Ну. беріп жүрмені сосын Иә. не үшін Мені алып қашу үшін. мысалы қарашы жаңағы айттың ғой сен андай ойы бар мысалы мен ойым бар абайдың 45 қара сөзін білемін абайдың өлеңдерін білемін ойым бар значит да Иә. А, Бірақ ой түрім бар болса, екі сен қол екі неге, аяғым бар неге алып қашасың? ақшам жоқ қой өйткені алып қаш ойым бар бірақ Жоқ. ақшам жоқ Можно же не обязательно украсть, а просто договориться по-человечески. мысалы жарайды ал екінші Нет, сұрақ я ше? просто- иә түсіндім Давайте екінші сұрақ так. мынандай жігітпен қанша уақыт мысалы бір ай жүрген жігітке тұрмысқа шығу үшін Нет. екі ай Нет. үш ай Нет. 4 ай Ну, может быть. 4 айдан кейін иә 4 айдан кейін тұрмысқа шығасың Не прям так, типа, может быть, уже задумалась бы. об этом. жарайды бір ай таныс жігіт алып қашып кетсе ше А-а. вообще ма Я алып бы қашуға на- вообще да. ұят иә Да. алып қашқан иә Да. сіз тойсыз тұрмысқа шығуға келісім бердіңіз иә Иә, енді қайда барасың? сөз соңында құрметті жігіттер егер сіздерде той жасауға ақша жоқ болса онда Нұржол бульварына келіңіздер Елордадағы осы жердегі қыздардың барлығы тұрмысқа тойсыз шығуға дайын егер сіздерге видео ұнаса онда лайк басып жақындарыңызға таратыңыздар достарыңызға айтыңыздар бізге қолдау көрсетіңіздер біз одан да сапалы қызықты контенттер сіздерге ұсынатын боламыз